Документтерімізді сканерден өткізетін боламыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдаушыларым? Кез келген жерде қазір документті сканерден өткізіп қойсаңыз, өзіңіз кез келген жерге мүмкіндігіңіз бар. Қай жақта жүрсеңіз де барлық документтеріңізді сканерден өткізіп, өзіңіздің почтаңызға сақтап қойыңыз. Және оны арнайы электронды кітаптар қылып, алдағы уақытта қалай жасайтынын көрсетемін. Ал бүгін біз документті қалай сканерден өткіземіз. Ол үшін өткізетін документіңізді принтерге қоясыз, әдемелеп жайғастырып, одан кейін ноутбугыңызды алып, панель управлениеге кіріп, оның ішіндегі өзіңіздің қандай устройствоңызға кіресіз. Мен қазір ашып жіберіп, мені көрсетейін. Мені панель управлениенің ішіндегі сізде қандай устройство тұр, принтеріңіз қай принтер тұр сізде, сол көрсетеді. Мені ана жерде жасыл тұрса, онда сізде осы принтер жұмыс істеп тұр деген сөз. Сол жасыл принтердің мишканың оң жағын басасыз. Оң жағын басқанда міне осындай программалар тұр. Сол программаның ішіндегі сканер дегенді таңдаймыз. Начать сканирование деп басамыз. Міне осындай программа шығады алдыңыздан. Профильде фото тұр, және планшет осы күйінше тұра берсін. Егер сізде цветной болса, цветной деңіз. Егер жай қарапайым түрде черный-белый болса, осыны таңдасаңыз да болады. Енді мен қазір мендегі цветной, сондықтан цветной таңдадым. Тип файла дейді, JPEG файлды таңдадым, және рисунок таңдауға болады. Және рисунок ретінде сақтайды, және файл ретінде сақтайды. Мен ена жерде рисунок ретінде сақтаймын. Осы ыңғайлы ашқанға. Мына өлшем 300 стандарт, осылай тұрамыз. Енді көрсек те болады. Просмотр басайық. Мына сканер жұмыс жасады, сізде осындай дыбыс шығады. Мына шықты. Енді көңіліңізден шығып жатса, документіңіз дұрыс деп қабылдасаңыз, сканерді басып жіберіңіз. Сканировать деген басамыз. Мына осындай дыбысы шығады, және жасыл түсте сканер жасап жатыр. Енді сол дипломның атын жазып қойсаңыз болады. Мысалы мен бұл дипломды кезінде оқыған екенмін деп қоям. Аллаға шүкір, сол кезде оқып алғаныма. Араб тілі мұғалімі және ислам діни пәндер меңгерушісі деген диплом екен. Соның атын өзіме де білу үшін жазып қояйын. Араб дейсіз. Импорттап жіберейік кәнекей. Міне түсті. Енді осыны қай жақтан деп іздеп жүреміз, кездеше миымыз сканерден жіберіп, бірден ар жақтан папка ашып қойыңыз. Міне мен сары папка ашып қойдым ғой, документтерім деп аты жөнімді жазып, сканерден өткен деп. Сол документтің ішіне жинап қойыңыз бірден. Ертең сканерде болғаннан кейін оны қайтадан жұмыс қылып іздеп жүрмейсіз. Міне дипломдарын түсті. Оның алдында дипломдар, міне ұбт-дан өткен анықтама қағазы, барлық нелерімді осылай сканерден жасап отырмын. Сіздерге де сәттілік көп болсын. Мұғалім болғаннан кейін әр жетістіктер өте көп қой. Соған бір 2-3 күнімізді арнайтын сияқтымыз. Жетістік бар, басқа бар. Өстіп бәрін сканерлеп қойыңыздар. Келесі жолы, егер сіз маған жазылмасаңыз, жазыла кетіңіз. Алдағы уақытта мұғалімдерге демалыс кезде мұғалімдерге пайдалы видеоларды түсіретін боламын. Кездескенше сау болыңыздар. Сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін.